Сәлеметсіздерме? Менің аты-жөнім Мұхайыр Айгүл. Тұрар Жалғасбайұлы атындағы Шайыр орта мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Сіздермен бірге осы видео презентациямда менің қазіргі заман мұғаліміне көзқарасым атты тақырыпта ой қозғайтын боламын. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономикалық кеңістігіне шығуға, яғни қатал бәсекелік жағдайда өмір сүруге ықпал етуі керек. Сонымен қазіргі жаңартылған мазмұн бойынша оқу бағдарламасынан өткен мұғалімдердің сабақ беру барысы қалай болады, соны бірге білейік. Саған апайыңның сабақ өткізу барысы ұнайды ма? Біздің апай сабақта әртүрлі әдіс тәсілдермен өткізеді, және де сабақ басы көңілді де зерек отырамыз. Жаңа тақырыптарды түсіну бізге қиындық келтірмейді, себебі апайымыз жақсы түсіндіреді. Менің ойымша 21-ші ғасыр мұғалімінің бойында болу керек қасиеттер мен оған қойылатын талаптар мынадай. Біріншіден, сабағын креативті түрде жүргізу. Екіншіден, психологиялық білімнің жетік болуы. Үшіншіден, интерактивтік тақталар мен мультимедиалық ақпараттық құралдарды қолдана білуі. Төртіншіден, оқушының оның өмірінде мұғалімдік және де адами тұрғыда идеал ретінде қалыптасуы басты шарт болып табылады. Егер мұғалім өз бойына іс және де шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті біріктіретін болса, онда ол ұстазды қазіргі заманның кемел ұстазы ретінде бағалаймын және де бұл қызмет саласына құрметпен қараймын.